Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English Plus-ның 44-ші бетіндегі Feelings and Theatre тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет, себебі менің видеоларымды тек қана каналға тіркелмеген оқушылар да көреді екен. Тек қана каналға тіркелгендерге жауабы көрінетіндей етіп қоямын. Сонымен бірінші тапсырмаға келдік. Бірінші тапсырмада айтады: Check the meaning of the verbs 1 to 8, match these verbs with their past forms included in the acting game quizzed on page 45. Яғни мына жерде берілген сөздерді, мына жерде сендерге өткен шақта берген мына етістіктерді, мысалға direct деген сөз мына жерде бізде direct деп түсірілген, көрсетілген, және осы секілді мына тексттен қарап мына сөздердің өткен шағын жазуымыз қажет. Бастадық. Бірде directed болады, go, went болады, мына go, direct болады, win болады, put on өзгеріс қалады, go, went болады, make, made болады, write, wrote болады, used болады, ate, played болады, 9 said болады. Енді ары қарай мен сендерге мына текстті оқып аударып берейін, егер қажет болса, бірден мына жақта өйткені біз оның жауабын жазуымыз қажет. Оған дейін мына тапсырмаға назар аударыңдар. Complete the key phrases with the words in the box and listen and check. Practice saying the phrases. Яғни мына фразаларды жазуымыз қажет. Міне, бірде айтады: I think the answer is B. Мен ойлаймын, жауап B деп. Екі. I'm not sure, maybe it's C. Мен сенімді емеспін, возможно, мүмкін C шығар. Yes, I agree. Я, мен келісемін. 4. I don't agree. Жоқ, мен келіспеймін. Yes, you are right. Я, сенікі дұрыс. 6. I don't think so. I think the answer is A. Мен олай ойламаймын, мен ойлаймын, жауап A деп. Енді мына үшінші тапсырмаға келсек, read the rules on page 45. Then play the game in team. Use the key phrases to compare your answer and listen and check. Яғни мына жауаптары берілген екен. Сендермен оқып аударып көрейік. Қараймыз. When Shakespeare put on his plays in London in the 16th century, he used жауап A болады. He used men as actors. Когда Шекспир осы рөлді ойнағанда, қойғанда 1916 ғасырда ол қолданды ер адамдарды актер ретінде, яғни әртіс ретінде. Ары қарай. 2. Charlie Chaplin made people laugh in his silent film. He often acted the part where the same clothes, a small hat, a big baggy trousers, and he carried a walking stick. What was this character's name? Яғни оның кейіпкерінің аты кім болды дейді? Z. Trump болды дейді. Z. Trump болды. Яғни Чарли Чаплин адамдарды күлдіре алды үнсіз фильммен. Ол үнемі рөлдерді ойнады, когда ол бір киім киетін, кішігірім шапка, үлкен кең шалбарлар. And he carried a walking stick. Және де ол өзімен walking stick деген таяқ бар ғой, жүретін таяқ. Не дейтін едік? Балдақ дейміз бе? Сондай таяқты. Енді оның кейіпкерінің аты кім болды дейді? Олар енді жауап B. Z. Trump болды. 3. People watch films on TV and computers today, but in the past they went to the cinema. Which films was the most popular at the cinema all the time? Яғни жауап C болады. Ол бізде Gone with the Wind, Погоня за ветром. Яғни адамдар бұрындары фильм көруге теледидардан көретін және компьютерлерден көреді қазір, бірақ бұрындары олар кинотеатрға барды. Және де осы уақытқа дейінгі танымал фильмдердің атауы, ең атауының бірі ол бізде Gone with the Wind, яғни Погоня за ветром. 6-шыға келдік. 4 қайда кеткен? 4 бізде таба алмай жатырмын. 4-ті мінеки 4. The film Titanic won over the 10 Oscars. It shares the number 1 position with Ben-Hur and one of the Lord of the Rings films. How many did it win дейді? 4-тің жауап A болады, 11. Titanic фильмі 10 рет Оскар жеңіп алды. Және де ол бір рет бөлді өзінің рөлін Ben-Hur менен, және де The Lord of the Rings, яғни Властелин колецпен бөлді дейді. Қанша рет ол жеңіп алды дейді? Жауап A болады, 11 рет.
Which famous Russian playwright wrote The Cherry Orchard and the Three Sisters дейді. Бұл жерде жауап бізде B болады, мінекей. Антон Чехов болады. 6. Which famous Kazakh directed the film Abraham Lincoln Vampire Hunter with Tim Burton? Жауап бізде B болады. Ол Тимур Бекмамбетов. 7. In the Harry Potter films, which actor played Ron Weasley? Гарри Поттер фильмінде Рон Уизлиді кім ойнады? Жауап D болады. Ол бізде B болады. Ол бізде Руперт Гринт. 8. What is the name of the type of play that has an happy ending? Яғни бақытсыз соңмен аяқталатын фильмді не дейміз? Ол әрине бізде жауап B, tragedy, трагедия дейміз. 9. Which character of the Shakespeare is said to be or not to be? That is a question. What is the question? Ол әрине бізде C, Hamlet. Яғни Шекспир қойылымында кім быть или не быть деген сұрақты кім қойды дейді? Ол әрине бізде Hamlet болды, Гамлет, иә. 4-ші тапсырмаға келдік. 4-шінің жауабына назар аударсақ, match the verbs with the phrases to make collocations and check your answer. The acting game quiz дейді. Яғни мынандай сөзді бір-бірімен collocation қылып, яғни қоспа сөз қылып жазуымыз қажет. Act a part, win an award, put on a play, go to cinema, direct a film. Айбекпен балалар. Direct a film, watch a film, play, make someone lot болды. Енді 5-ші тапсырмаға келдік. 5-ші тапсырмада айтады watch the words in the books to for pictures 25. Яғни сәйкестендіруіміз керек. Win an award, приз жеңіп алу, ол бізде 4-ші сурет. Write a play, қойылым ойнау, ол бізде 1-ші сурет. Play a part, бір бөлікті ойнау, ол әрине бізде 9-ші сурет болып табылады. Енді 6-ші тапсырмаға келсек, 6-ші тапсырмада айтады сендерге complete the sentence about performing so true or for you, then talk about your answer with your partner. Яғни мына сөйлемдерді өзіңнің қойылымың, яғни өзіңнің қойылымың, өзің өнерің туралы жазуға қажет. Мен сендерге шамамен жазып бердім. Өзіңнің досыңмен, партнерыңмен бірге тексеріп көруің керек. I am not good at playing the role. Мен жақсы емеспін рөлдерді ойнаудан. I don't play an instrument because I don't have music lessons. Мен музыкалық аспапта ойнай алмаймын, өйткені менде музыкалық сабақтары жоқ. I don't like watching live shows on TV. Маған ұнамайды көрген живой шоуларды теледидардан. I watch it on YouTube. Мен оны YouTube'дан көремін. I can't sing a song. Мен ән айта алмаймын. I don't like performing because I want to be famous dancer. I want, балалар want to be. Мына жерде like болады, балалар don't емес. Мен өнер көрсеткенді жақсы көремін, өйткені мен атақты биші болғым келеді. 6. I enjoy having an audience. Мен жақсы көремін, өзімнің аудиториямда болса, аудитория мен жақсы көреді дейді. Жалпы балалар сабақ ұнаса каналға тіркеліп комментарийге рахмет деп жазып кет. Себебі мына жақта жаңа видеолар өте көп болады. Goodbye, have a nice day.